Алладан қорқу және оның рахметінен үміт ету. Адам баласы азаптан құтылу жолын және оған осы мақсатқа жетуге көмектесетін нәрсені тапқанда ғана Алланың мейірімін үміт етуіне болады. Егер адам құтылу жолын және амалдарын таппаса, онда ол толық шығынға ұшырайды. Қорқыныш бұл жүректің нұры. Соның арқасында адам өз бойындағы жақсылық пен жамандықты айыра алады. Алданып қалмау үшін Алланың қаһарынан қорқып, оның мейірімінен үміт етіп, әрқашан үміт пен үрей арасында болуы керек. Бұл үлкен ұстаздардың жеткізген өсиеттері. Алладан қорқатын адамды Алладан қорқатын адам ғана көреді. Баласынан айырылған әйел сондай қайғыға тап болған адамды көргісі келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Алладан қорқып жылаған адам сүт емшекке қайта кірсе де тозаққа кірмейді дейді. Әр нәрсенің көркі бар. Құлшылықтың көркі Алладан қорқу. Ібліс қарғысқа ұшырап, Алла тағаланың мейірімінен мақрұм қалғанда, Джебрейіл мен Микаил періштелер ұзақ жылай бастайды. Сонда Алла тағала оларға уахи түсірді. Сендерге не болды? Неге сонша жылайсыңдар? Олар: "Уа Раббымыз, бізде де сенің сынағыңа ұшыраймыз ба деп қорқамыз" деп жауап берді. Сонда Алла тағала оларға: "Осы қалыптарыңда сақтаңдар, менің сынағымдан қорғалдық деген сенімге кіріп кетпеңдер" дейді. Рухани кемелдікке қол жеткізген пенде, жаратушы оны қанша биікке көтерсе де, Алланың емтиханына түспеймін деген сенімде болмайды. Тіпті егер Алла тағала оған "мен саған қатты ризамын" десе де, ондай адам Алла тағаланың сынағына түсіп қаламын ба деген қорқыныштан арылмас еді. Алла тағала олар жақсылық жасаса да жүректерінде қорқыныш болады. Мөмин сүресі 6 аят дейді. Ғалымдар бұл аятты былай тәпсірлеген: бұл жерде зекеті мен нәпіл садақасын беретін және жүректерінде Алла мұны қабылдай ма екен деген қорқынышы бар мөминдер жайлы айтылып тұр. Өйткені олар зекет беруде бір нәрсені дұрыс істемедім немесе кем бердім деп қорқады. Сахабалар пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалам аталған аят туралы сұрап: "Уа Алланың елшісі, жүрегінде қорқыныш бар адам ұрлық жасаған, зина жасаған немесе арақ ішкен адам ба?" дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: "Жоқ, бұл жерде ораза ұстаған, намаз оқып садақа беретін және Алла тағала мұнымызды қабылдай ма екен деп қорқатын адамдар айтылып тұр" деп жауап береді. Имам Әш-Шаърани Құдсирух былай дейді: "Біз қандай жағдай болмасын, күшімізге емес, әлсіздігімізге сүйенуге және Алланы тануды жоғары бағалауға сөз бердік. Алланы таныған адамның шарты Раббысынан қатты қорқу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: "Мен Алланы барлығынан жақсырақ білемін және одан бәрінен көбірек қорқамын" дейді. Сондай-ақ біз басымызға қиындық түскенде, бізді бұл қиындықтан құтқаруын Алладан тілейміз. Кейбіреулер сияқты табандылық пен сабырлық тілемейміз деп ант бердік. Өйткені мұндай табандылық Алланың қалауына қарсы тұрумен бірдей. Кейде біздің ауруымыз соншалықты күшейіп, шыдамдылық жоғалады. Сосын әлсіздігімізді мойындап, бұған шыдай алмай Алла тағаладан жеңілдік тілейміз. Себеп тек маса шаққан болса да қиналғанымызды көрсеткен дұрыс. Алла тағала құлдарының әлсіздіктерін көрсетіп, жиі кешірім сұрағанын, денінің саулығы мен амандығын сұрағанын жақсы көреді.